Сәлем балалар, қалдарың қалай? Балалар, бүгін мен сендермен қызық бір ойын ойнағым келіп тұр. Бұл ойынның аты өздеріңіз көріп отырғандай сәулетші ойыны. Сәулетші ойынының ішінде не көріп тұрмыз балалар? Дұрыс, ағаш қой. Бүгін біз сендермен әңгімелесе отырып, бірігіп ағашты құрастырып көреміз. Ағаштың бірінші құрылымына назар аударайықшы балалар. Ағашта не болады? Діңі болады. Және не болады ағашта тағы да? Оның бұталары болады екен. Мынау ағаштың діңі, ал мыналар бұталары. Есімізде сақтаймыз бұл сөздерді, балалар, жаңа сөздер бұл. Енді діңі бұтасынан қандай? Қалың ба, әлде жұқа ма? Қалың. Ал бұта жұқа, Діңін қалың қылу үшін бізге құрастырғыш құралдарымыздың ішінен 1, 2, 3 таяқшаны біріктіріп, тігінен ағаштың діңін жасай бастаймыз. Және діңінің жоғарғы бөлігі 2 таяқшаны біріктіреміз, 2 таяқшаны. Енді бұталарын жасаймыз. Міне қараңдаршы балалар, бұталары шашыраңқы болып тұр екен, Ал бұталарын діңінен Мінекей балалар, көрдіңдер ме? Біздің ағашымыз дайын болды. Мынау ағаштың діңі, ал мынау ағаштың бұталары. Ағаштың бұталары көп, діңі аз екен. Енді сендер балалар, ата-аналарыңның көмегімен осы ағаш туралы әңгіме құрап көрейік, Жай ғана әңгіме құрастырып, маған айтып беріңдер. Сау болыңдар.